саламатсыздар. Бүгін Сонса Клюш юбкасын тігіп үйренеміз. Бізге қажетті любой мата, қандай өзіңізге ұнайды. Сетка астына көтеріп тұру үшін қайшы, сабын, метровка керек. Мен алдымен осындай матаны екіге бүктеп алдым. Бұлай. Примерно юбканың ұзындығы 35-40 болса, біз 50 сантиметр, бұлай и бұлай 50 сантиметр болу керек. 4 бұрышты матаны аламыз, өлшейміз. 50 болса, мына жағынан 35-15 сантиметр, 50 сантиметрді өлшеп отырамыз. Мына жағынан 15, мына жағынан 50. Он 15-50 етіп өлшеп алдық. Енді осыны қырқып аламыз. Осындай етіп, тағы екіншісін матаны бүктеп, қырқып аламыз. Мені екеу қырқып алдық, және осындай ұзын полоска қырқып алдық. Беліне резинка өткізуге. Ары қарай тігеміз. Мынау екі шетін беттестіріп, екі шетін тігіп аламыз. Тігіп, аберлоқтап аламыз. Екі шетін тіктік, енді екі шетін тігіп, аберлоқтап, астында аберлоқтап аламыз. Екі шетін тігіп, астына аберлоқтап алдық. Енді сетканың екі шетін тігіп, үстіне строчка жүргізіп, жинаймыз сборкаға. Мені сеткамызды жинап алдық, екі шетін тігіп, юбкамызды бір-біріне қосып, строчка жүргіземіз. Мені тігіп алдық, сетканы қосып, бұлай. Енді мынау полосканы екі бүктеп, беліне тігеміз бұлай. Полосканы мынау шетін қосып алдық. Енді осыны юбкаға бір жағын қосып тігеміз. Тігіп алдық бір шетін. Енді осыны бүктеп, қайттан бұлай тігеміз. Оның арасына резинканы өлшеп, қыздың белін өлшеп, мен примерно 55 сантиметр алдым арық қызға. Осының арасына салып жібереміз. Артық жіптерін қырқып тастаймыз. Міне резинка ішінде осындай юбка болады. Енді аберлоқтаған етегін 1 сантиметрден 0,5 сантиметр қайырып тігеміз.
осылай тігіп шықты. Осындай әдемі юбка шықты. Қыздарыңызға тігіп берсеңіздер болады. Рахмет.